бағышталған Құранның пайдасы тиеді ме? Бағышталған Құранның әрине пайдасы тиеді. Бір хадистерде де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болған адамға өліге Тәбәрек сүресіне, Ясин сүресіне оқу керектігін айтқан. Сондықтан біздің бабаларымыз ылғи да осы Ясин, Тәбәректі оқып келген. Өмірден бір мысал келтіруге болады. Бірде екі қария кісі бір қайтыс болған адамның жаназасына кірді, үлкен кісінің. Сонда оның жаназасына кіріп сүйегін жуған уақытта әлгі адамның түрінің, қайтыс болған адамның түрінің доңызға ұқсағанын байқайды, ұқсап кеткенін байқайды. Оның баласы да көрді дейді, сүйекке түскен. Сыртқа шыққаннан кейін баласынан сұраған уақытта, бұл не жағдай деген уақытта, әкем айтушы еді, бір күнәм бар еді жасаған, соның бір кесірі тимесе деп айтып еді дейді, үлкен бір қылмыс жасаған едім деп. Содан енді не істеймін деген уақытта баласына біз айттық дейді, бала, сен әкеңе 40 күн бойы Ясин сүресін оқы деп айттық дейді. Содан кейін 40-ына келдік дейді, 40-ына келіп әкеңнің жағдайы қалай байқандың ба деген уақытта, пәлен күні түсіме кірді, әкем қазір жақсы болып қалдым, жағдайым өте қиын еді, қазір жақсы болып қалдым, Ясин сүресін оқығаның өте маған сауабы тиді, пайдасы тиді, Алла тағала рахым қылды деп айтқан екен. Міне осы тұрғыдан ол уақытта Тәбәректің де, Ясиннің де, кез келген сүренің де дұғалардың қайтыс болған адамдарға пайдасы тиетіні сөзсіз, бірақ әрине Алла тағала қабыл қылған жағдайда.